Айдар, сәлем. Мен бағалы қағаздардың алуан түрін кездестіріп жүрмін. Бірақ олар акцияда, ETF-те емес. Бірақ өте ұқсайды. Иә, негізі акциялар мен облигациялардан бөлек соларға ұқсас активтер бар. Бұл биржалық ноталар немесе ETN. Бұл ETF сияқты үлестік емес, қарыздық құрал. Түсіндім. ETF-ке қатысты айтсақ, мен қордың пайын немесе акциясын сатып аламын. Ал ETN кезінде сен секілді инвесторларға осындай қордың акцияларына жол ашу үшін құрылған арнайы компаниялардың облигацияларын аламын. Солай, әрекет жағынан ETN облигацияларға ұқсайды. Сен осы облигацияларды сатып алсаң, яғни түрлі салаға немесе елге, болмаса тіпті алтын немесе мұнай секілді тауарларға салым саласың. Сонда ETN не береді? ETN салымдары әмбебап, сондықтан да көбірек сенімді боласың. Яғни сен өз инвестицияңа аз шығынмен әртараптандыра аласың. Оның не керегі бар? ETN кезінде орташа нәтижеге қол жеткізесің. Егер қор салым салған компаниялардың бірі биікке көтерілсе, ал басқаларының жолы болмаса, орташа нәтижеге ие боласың. Есесіне мұндай компания күйіп кетсе, барлығын жоғалтпайсың. Енді бәрі түсінікті. Сондай-ақ мен егер бай болғым келсе, қаржылық сауатты болуым керек екенін түсіндім. Ақша есепті жақсы көреді.